Қарным қатты ашып жатыр. Наннан басқа тым жоқ. Туй, енді не істесем екен? Менің пицца жегім келіп жатыр. Ал үйде пицца жоқ. Наннан басқа тым жоқ. Туй, не істесем екен? Қайда барамын? Туй бір. Дүкенге барып қалаған затымды алайын. Мысалы, қазір пицца жегім келіп тұр. Өте көп пицца алайын. Ой, мынау қыз кім? Неге отыр? Туй, енді не істесем екен? Сәлем, неге отырсың бір өзің? Не болып қалды? Бір нәрсе жегің келіп тұр ма? Маған айтсаң болады. Жоқ, ешнәрсе керегі жоқ. Мен сенен ешнәрсе сұрап тұрған жоқпын. Рахмет көмегіңе, керек емес. Қызық, неге өйтті екен? Жарайды. Тезірек дүкенге барайын. Бірақ ана қызға да бір нәрсе алайын. Бір нәрсе алайын ба дейді ғой, мен одан бір нәрсе сұрап тұрғанымдай. Туй, мына жарыққа не болды? Бір өшіп, бір сөніп. Туй бір. Қарнымда қатты ашып кетті ғой. Жейтін ешнәрсе қалмапты. Бағана ана қыз бір нәрсе әкеп берейін бе дегенде, я дей салым керек еді. Кінә өзімнен. Қап. Мен мына жерде отыруға қорқып жатырмын. Одан да барып далада отыра берейінші. Арада бірнеше сағаттар өтті. Өзіме керегін алдым. Жаңағы қызға да бір нәрсе алып барайыншы. Ол қыз нені жақсы көретінін деп білмеймін ғой. Жарайды, онда мен оған жеміс жидектер апарайын. Мысалы, мына бананды апарайын. Осындай өнімдерді де апарайын. Ол алманы жақсы көретін шығар, алма апарайын. Және сусындар апарайын. Оған ұнайды деген ойдамын. Бұл сусындар өте тәтті. Кеттім онда мен. Жаңа ғана осы жерде отыра еді ғой, үйіне кіріп кеткен шығар. Мүмкін үйіне кіріп тоқылдатып көрейін. Сәлем, үйдесің бе? Кірсем бола ма? Я, кіре бер. Рахмет. Неге келдің? Не болып қалды? Мен саған азын-аулақ осындай тәттілер әкелдім. Жейсің бе? Олар өте дәмді, саған ұнайды деген ойдамын. Мен сенен ешнәрсе сұраған жоқпын ғой, керек емес дедім ғой. Бар, кете бер, мен сенен ешнәрсе сұраған жоқпын. Жарайды, кешір. Туй, неге алмады екен? Бір түрлі болып қалдым ғой. Туй бір. Жарайды, онда үйге қайтайын. Өзі сондай бір түрлі қыз екен. Мен оған артық ешнәрсе айтқан жоқпын. Маған ренжіп қалдым екен. Бірақ мен онымен қатты дос болғым келіп жатыр. Онымен араласып, достасқым келіп жатыр. Ол қызбен қалай аралассам екен, қалай дос болсам екен? Туй, не істесем екен? О, таптым, дәл қазір барамын. Менің ойыма бір жақсы ой келді. Онымен достасамын. Кеттім. Бірінші бөлімнің соңы. Достар, қалай ойлайсыңдар? Майя онымен қалай достаспақшы? Ойларыңды комментарияға жазып кетіңдер. Екінші бөлімді күтіңіздер. Сау болыңыздар.